осы жаққа келгеннен кейін көзім ашыла бастады. Шынымен де ол бізге керек екенін түсіне бастадым. Оның алдында ол бизнеске қатысты менде жалпы ойлар болды. Мен бизнес ашқым келетінін білетін едім. Бірақ оны қалай жасау керегін білген жоқпын. Соның жолдарын мен поэтапно түсіне бастадым. Мы проводим летний лагерь для молодежи из 2 регионов. В данном лагере мы хотим, чтобы они увидели, какие есть возможности в современном мире, какие навыки они могут в себе развивать. Осы жердегі барлығымызда миымызда шектеу бар негізі, ал ол кісі алдыда мидағы шектеуді жоқ қылды, на своем личном опыте дейді ғой. Барлығымызге поэтапно, чисто жастардың тілінде түсінікті етіп жеткізді, және сонымен қоса шабыт берді. Икигай дейміз ғой, не үшін маған ақша төлейді? Яғни маған не ұнайды? Тек қана я жасай аламын, я ақша төлейді емес. Үшіншісі, маған не ұнайды деген сөз. Яғни бәрі үшеуі бірге болған кезде адам өзін түсінеді. Smart, сосын grow дейтін, бұл енді цельді анықтау. Мен мақсатымды анықтадым деп жүрмін. Негізінде мен анықтамаған екенмін. Четко и ясность керек екен ол жерде. Бізге Арман аға және Әсел ханым мықты түсіндірді. Үлкен рахмет ол кісілерге. Если это будет такая системная работа, продолжающаяся работа в регионах, то я уверена, что огромными темпами молодежь будет преуспевать и в бизнесе, и в личностном росте, и в карьере. Мен негізі дәл бұлай болады деп ойламаған едім. Жай лагерь шығар деп ойладым негізінде. Бірақ та өте керемет, қызықты өтіп жатыр әр күніміз. Қатты қуандым, даже жыладым, шындай айтайын. За то, что тегін біз бір апта ана жерде боламыз, бір жерден демаламыз, білім аламыз. Бірінші күннен келгеннен бері уже мен дейтін қолданып бастадым. Үшінші күн келгенім уже дейтін адамдармен танысып, өзімнің сөйлеу манерасымды және басқа адамдармен танысуымды жақсарттым. Современный мир очень быстро меняется. Мы надеемся, что данный лагерь поможет им понять, в какую сторону они хотят двигаться и получат те навыки, которые будут им полезны.